Сәлем достар, бүгінгі видеода мен осындай әдемі көйлекті реставрация жасайтын боламын. Менімен бірге болыңыздар, міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Қараңыздар, мына көйлектің иығы үлкен екен. Клиентіміздің тапсырысы бойынша мен иығын қысқартатын боламын, яғни ширина плечаны қысқартамын. Көйлектің жеңін толығымен сөгемін екі жағында. Енді қараңыздар, мына көйлектің белі осындай әдемі, екі жағында замогы бар, және етегі осындай резинка. Кішкене жүргенге ыңғайсыздау болғандықтан клиенттің өтініші бойынша мен резинкасын алып тастап, етегін жай ғана қайратын боламын. Ал ендеше біз іске кірісейік. Қазір мен екі жағын сөгуді бастаймын. Менімен бірге болыңыздар. Міне, мына жерде мен жеңін сөгіп алып тастадым. Енді көйлегіміздің мына иығын осылай қоямыз. Мына иығын көрдіңіздер ме? Мына мойны, мына жақ иығы. Негізінде екі жаны сөгілген кезде ыңғайлы болатын еді бізге. Біз екі жағын сөкпейміз. Өйткені ол жері өзгерту қажет емес. Бізге тек қана осы жер ғана өзгерту керек. Мына жерде 2 сантиметр маған алып тастау керек. Тігістен былай қарай. 2 сантиметріміз осы жерде. Осыншалықты ширинаны маған алып тастау керек иықтан. Аккуратно, плавно түсіреміз. Мына басынан бастап, осылай қарай жай плавно түсесіздер мына сызыққа. Осылай кіріп кетуіміз керек мына қолтыққа қарай. Осы сызықпен плавно осылай келеміз. Міне жеңнің артық жерін алып тастадық. Енді бұрынғыдай өзінің жеңін орнына қондыру керек. Ол үшін бізге мына өлшем бойынша жеңіміз келмейді. Өйткені біз мына жерде қиып тастағаннан кейін мына жерде бізде кең болып қалды, көрдіңіздер ме мына жер. Сондықтан біз мына жерден ішінен қазір төбе жақтан головкасынан, яғни жеңнің мына жерден етпейміз, мына жерден етеміз. Мына жақ өйткені өзі аз. Мына жерден осы аралықта мен кішкене сборка жасаймын. Осы аралықта ғана міне жеңнің мысалы осылай тұрғанда ортасынан бастаймын да, былай кішкене сборка жасаймын. Сосын кейін барып осылай жеңді қондырам. Өйткені біз мына жерді қиып тастағаннан кейін бізде мына жер кеңейіп қалды да, бұл жер маған келмейді. Кішкене сборка жасаймын. Осыншалай қазір сосын көреміз. Қазір қондырған кезде көреміз қаншалықты бізге керек екенін. Енді міне осылай мына екі шетін түйіп қояйық. Қазір қаншалықты керегін көреміз. Міне осылай кішкене ғана сборка жасап алдым. Бұны қазір мына жерден тарту арқылы біз регулировать етеміз қаншалықты керегін осылай. Көрдіңіздер ме? Обычно біз мына жерден жасайтынбыз сборканы. Ол ең алғаш пішкен кезде мына дайын жасалып тұрған зат болғандықтан бұныкі олай істеуге келмейді. Сол үшін біз мына жерден сборка жасап жатырмыз. Енді осы жеңді орнына қондыруымыз керек. Міне осылай оң бетіне келтіресіздер. Және міне қолтықты, қолтықтың өз тігісімен, тігісін осылай бір-біріне келтіресіздер. Сосын мынаны былай аударамыз ішіне. Көрдіңіздер ме? Сонда жаңа қолтығымыз мына жердегі тігісі тура өзінің тігісіне келеді. Осылай тігісті тігіске келтіреміз де, осыған ине қатап аламыз. Қолтық жағын кішкене өзін тігеміз, жаңағы сборкаға дейінгі жерді өзіне келтіреміз. Мына жерді өзін тігеміз осылай. Осылай екінші жағында қазір солай жасаймыз.
Осы төбе жағын негізінде көктеп алғандарымыз дұрыс болады. Төбе жағын көктеп алып, содан кейін машинкаға отырғанымыз дұрыс болады. Көрдіңіздер ме? Міне осылай қондырып алдық. Енді мына төбе жағын көктеп алсақ, астыңғы жағы өз орнында тұр. Міне оңай жолдар таңдаған дұрыс деп ойлаймын. Міне бір жағы бітті. Енді мына жерін ортасына дейін ғана көктеймін. Қалғанын машинкамен жүргізе саламыз болды. Бірінші қазір қалай болғанын көріп аламын бірінші. Дұрыс тұрды ма сборкамыз бәрі. Кейін машинкаға жүргізе саламын. Мына жақ сол жағын машинкамен жүргізіп шыққан бағана. Міне. Қазір енді бұны оверлокпен жүргіземін. Мына жағында қазір тура солай жасаймын. Осыны әдемілеп үтіктейміз. Мына түк болмағандай көйлектің жоғары жағы кішкене сборкамен болады да, мына жері иығы қысқарады. Міне қазір мен бұны машинкамен жүргізіп шығайын. Осыны оверлокпен жүргізетін боламын. Міне көйлектің етегіндегі резинканы осылай түбінен қиып алып тастадық. Енді көйлектің етегін 2 рет қайырып тіге саламыз.